Руслан, конкурсқа қатысатын шапаның қалай, жақсы шығып жатыр ма? Жақсы. Сызбаның барлығын бітірдім. Ертең өлшем, одан кейін тігін цехына жіберем. Егер сен бас жүлдені ұтып алсаң, 10 миллионның барлығын не істейміз? 10 миллионды ма? Былай жасайық. Ипотекаға салып, үйлі үй алайық. Немесе ауылдағы інімеше 5 миллион берейік, мал пал қалсын, өз түрлігін жасасын. Онда менің ағама да 3 миллион берейік. Менің ініме 5 миллион бердік, сенің ағаңа 3 миллион бердік, сонда 2 миллион қалды ма? 2 миллионды алып, кредиттердің барлығын досрочный жауып тастайық. Ойбай, сонда үй алмаймыз ба не? Бәрі бітіп қалды ғой ақшаның. Сенің ініңе 5 миллионды бермей-ақ, соны первоначальныйға қояйық та онда. Түсінбедім. Қалай сонда? Менің ініме бермейміз ба? Қуасың ба? Сонда өзіміз үйсіз қаламыз ба не? Ойлайық та енді өзімізді де кішкене. Сонда менің ініме 5 миллионды бермейміз ба? Мен өзімнің қара басымды ойлап жатқан жоқпын. Өзіміздің отбасымызды ойлап айтып жатырмын да, не болды? Онда былай жасайық. Сенің ағаңа берген 3 миллионды алайық. Жаңа кредит жабамыз деген 2 миллионды алайық та первоначалкеге қояйық. Мен саған жоқ демеймін, асықтадым. Көрейін ойлап. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Қалайсыз? Жақсы. Кеше жақсы жұмыс болды. Иә, жақсы жұмыс болды. Сіздің көмегіңіз жақсы істеп жатыр. Сіз болмасаңыз. Қайта саған рахмет. Негізі бірігіп жұмыс істейтін болсақ, көптеген жетістіктерге жетеміз. Айтпақшы, мына сызбаларды тігін цехына тапсырайық, Айтқандай, бүгінге модель қыз шақырып қойдым. Размерін алып, шапанды кигізіп көріп, қаласаңыз сіз де пайдаланып қалсаңыз болады. Жақсы болар еді. Ау, Жаудыр. Руслан, таңертеңнен оянып алып, әлі өзімді ыңғайсыз сезініп отырмын. Әлі жоқ ақшаға сонша ұрысып қалыппыз ғой екеуміз. Сол үшін сенен кешірім сұрайын деп звондап жатырмын. Боп тұрады ғой. Мен де артық кеттім.